Assalamualaikum hürmetli бүгінгі жиналысқа қатысушылары. Бүгінгі кезектегі ұшырасуымыз тәжірибелермен ұшырасуымыз бүгінгі күніміз. Мақсатымыз тәжірибелерді өздеріміздің mahsulotlarımız болған кредитлерімізбен таныстыруымыз керек. Қазіргі күнде президент қарары 312 қарарға асас кредитлеріміз бар. Біздерде есепте ашылған әрбір неге тәжірибелерге біздер мойнақ өзі 5-ші тайфаға кіреміз. 5-ші тайфа деген сөз бұл 19%-дан беріледі деген сөз да. Лимит өздеріңізге берілген мойнақ районға берілген льготамыз болып есептелінеді. Бұны егер сауда-саттық қылып алатын болсаңыз 2 жылға беріледі, 100 миллион сомға жеткен. Залог талап етпейміз ондай кезде. Ал 7 жылға алынатын кредит болса, бұл аспап үскене қызмет көрсету сол тарауларға 7 жылға беріледі кредитлер. Бұнда да 19%-дан 7 жыл 3 жыл үгітіменен алсаңыз болады. Сауда тарауын рауажландыраман десеңіз, тәдбіркарлықпенен бір зат істеп шығараман десеңіз, қандай не қылса да кредитлеріміз бар. Әрқилы продуктілер. Одан кейін егер елі тәдбіркар болмады, біздер бірінші қалай бастаймыз десе, өзін-өзі банк етіп, әрбір айлы тәдбіркар деген кредитіміз де бар. Ол кредитті бірінші мәрте хакім жәрдемшісіне хабарласып, сол жерден істейтін тәдбіркарлығыңызға қарап, өздеріңіздің жөнелісіңізбен ала бересіз. Шаруашылыққа алсаңыз болады, ода істеп шығаруға алсаңыз болады. Шаруашылыққа аламан десеңіз 4 жылға беріледі бұл кезде. Льготлары бар 17%-дан 4 жылға шейін өздеріңіз жолға қойып кетемін дегенше льгот береді. Одан кейін істеп шығару болса 3 жылға шейін береді. 33 миллионға шейін береді, ең максимальный сумма. Оны істеп болған болдым, ол тәдбіркарлықпенен шұғыландым, енді одан кейінгі қандай неңіз бар дейтін болсаңыз, банкінің өзінің mahsulаты бар, 25%-дан 3 жылға берілетін. Ол кредитлерден алып пайдалансаңыз болады. Нақпұлда шығарып береді, әйел қыздарға 24%-дан, еркек адамдарға 25%-дан береді. Нақпұлда шығарып береді, қалеген жеріңізге барып, өзіңіздің қалеген затларыңызды алып, тәдбіркарлығыңыздың ізін давам етіп кете бересіз. Және де өзіңізді қызықтырған сұрақтарыңыз болса, тәдбіркарлықпенен шұғылданамын, қандай кредитлеріңіз бар деп, басқа да кредитлермен қызыққан болсаңыз, сұрақтарыңыз болса бере берсеңіз. Жаңа 7 жылдық деген не деп түсіндіріңіз соны? 7 жылдық деген тәдбіркар болуымыз керек, есеп бетіңіз ашылған болу керек біздерден. Одан кейін біз бір зат істеп шығараман дейтін болсаңыз, мәселен, нан, макарон, немесе торт істеп шығараман десеңіз, соған керекті аспап үскенелерді аласыз. Пұл өткеріп береміз, мәселен, бір жерден аламан деп шартнама келесіз, соған асас пұл өткеріп береміз. Сол 7 жылға өзінің 3 жыл льготы бар.